Негізінде мол ақшалы бай-бақуатты адам болу тым қиын шаруа емес. Тек осы бір кедей мен бай арасындағы үш үлкен айырмашылықты біліп алсаңыз жеткілікті. Осыдан 2-3 жыл бұрын белгілі бір зауыттың жұмысшысы болып жүргенімде айына кем дегенде 100 миллион теңге оборот жасайтын зауыт қожайынының бір маман жігітпен белгілі бір уақытша жұмыс үшін төленетін ақшадан 10 мың теңге аз беруге келісіп тұрғанын көріп, не деген сараң адам еді деп ойлаған едім. Кейіннен бай мен кедей арасындағы осы бір айырмашылықтарды түсінгеннен кейін ойымды бірден өзгерттім. Және де менің бай-бақуатты болуыма осы көзқарастар әсер ете бастады. Бірінші айырмашылық, ақшалы адамдарға қарағанда кедей адамдардың ақшаға деген құрметі аз болады. Яғни ақшаның қадірін білмейді. Ақша ол да материя. Сен қолында басқа құнды затың секілді ақшаны да бейберекет ешкімге бере салмай, өзіңде сақтап үйренсең, керек кезде керек ақшаны ғана істетіп, өз құрметіңді көрсетіп, әрқашан қолындағы бар ақшаны бағалай алсаң, сенде жұрт айтатын үнемі қалтасынан ақша үзілмейтін адам боласың. Бұл дегеніміз, ақша бар болса, бірақ істете салып, жоқ болса сүмірейіп жүргеннен әлдеқайда жақсы. Керісінше қолыңа ақша түсе сала, анағанда мынағанда құртып жіберіп отырсаң, тапқан ақшаның берекесі болмайды. Сол себепті ақшаны орнымен істету үшін бір нәрсе сатып аларда ылғи да өзіңізге осы 5 түрлі сұрақты қойып көріңіз. Бірінші, бұл қажеттілік пе жоқ әлде қалауым ба? Екінші, маған дәл осы нәрсе керек пе жоқ па? Үшінші, мұны пайдаланып жүргенімді көз алдымда елестете аламын ба жоқ па? Төртінші, мұны қаншалықты жиі қолдана аламын? Бесінші, уақытты ысырап етерлік дүние ме? Мінекей, осы 5 сұрақ сенің албата ақша құртуының алдын алады. Егер де осымен бірге ақша жинауды үйренем, байлық баспалдағын басқым келеді десеңіз, онда менің мына ақша жинауға 7 кеңес атты видеомды көріп білсеңіз болады. Бай мен кедейдің екінші үлкен айырмашылығы, байлар өзіне Тәңірдің сыйы етіп берген 24 сағат уақытын барынша тиімді пайдалануға тырысады. Ал кедейлер уақыттың еш қадірін білмейді. Байлар өздерінің әрбір сағат уақытын түрлі мақсаттарды орындауға жұмсаса, кедейлер керісінше күнделікті уақытын жалдамалы жұмыс жасауға немесе бос өткізуге тырысады. Мысалы, кедей адамдардың айлық жалақысын әрбір сағаттарға бөліп, сағатына қанша ақша табатынын білуге болады. Және бұл ұзақ жылдар бойы өзгермейтін суммада есептеліп отырады. Сондықтан тұрақты айлыққа жұмыс жасайтын адамның ақша табу көрсеткіші белгілі суммамен ғана шектеліп отырады. Мысалы, сағатына 1000 теңге табатын адамның бір күндік табысының ең жоғарғы шегі 24 мың теңге. Дәл осы қарқынмен еш демалыссыз бір апта жұмыс жасаса, 168 мың теңге, немесе бір айда 720 мың теңге, бір жылда 8 миллион 640 мың теңге табылады. Бірақ бұған ешқандай адам шыдай алмайды. Алайда жылына аз ғана уақыт жұмыс жасап-ақ миллиардтап табыс табатын адамдарды кездестіруге әбден болады. Бұл дәл Тони Роббинс айтқандай, тек тоқтаусыз жұмыс жасай беру сені ешқашанда қаржылық тәуелсіздікке алып бармайды. Сондықтан, құрметті достар, күнделікті тегіннен тегін беріліп жатқан 24 сағат уақытымыздың қадіріне жетейік. Егер кез келген адам осы 24 сағатты, яғни бір күнін тиімді етіп белгілі жоспарлармен өткізсе, алынбайтын қамалы болмас. Үшінші үлкен айырмашылық болса, бай адамдар жоғарыда айтып өткен ақшасы мен уақытын өзінің өсуімен білім алуына, бақытты өмір сүруіне ешқашан аямайды. Ал кедей адамдар өзін мүлдем ұмытады. Жан дүниесіне ешқашан үңіліп қарамайды және бақыт пен байлықты өзінен емес, тек сырттан, басқалардан іздейді. Яғни бай адамдар өзіндегі әрбір тиынның қадірін біледі және сол ақшаны көбейтуге өзінің уақытын тиімді пайдаланады. Бүкіл байлық пен бақытты өзінің жан дүниесінен іздейді. Нақтылап айтатын болсам, байлар ешқашанда ақша үшін жұмыс жасамайды. Керісінше олар өздеріне үздіксіз ақша әкеліп отыратын системаны жасап шығады. Және уақытын дұрыс пайдаланып, өзінің өсуіне, өркендеуіне жол ашады. Құрметті достар, бай мен кедей арасындағы 3 үлкен айырмашылықты қысқадан нұсқа етіп түсіндірдім деп ойлаймын. Видео ұнаса лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Алла қаласа, алдыда бұдан да құнды дүниелерді сіздермен бөлісетін боламын.